Теңдеу шешудің ең оңай жолы. Сәлем, сіздермен математика оп-оңай каналы. Бүгін сіздерге математикада ең көп кездесетін, ең көп қате жіберілетін тақырып теңдеулер шешуді оп-оңай жолмен үйрететін боламын. Математиканы ең қызықты жолдармен түсіндіремін. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпа. Теңдеудің 4 түрі болады. Қосуға берілген теңдеу, азайтуға берілген теңдеу, көбейтуге берілген және бөлуге берілген теңдеу. Теңдеуде қосу мен азайту дос болады, бөлу мен көбейту дос болады. Алдымен қосуға берілген теңдеуден бастайық. Қосуға берілген теңдеу екі түрлі болады. Біріншісінде x бірінші тұрады, екіншісінде x ортасында тұрады. Екі теңдеудің де шешілу жолы бірдей. Теңдеуді шешу ережесі былай: соңында тұрған сан бірінші жазылады, алдында тұрған сан екінші жазылады. Қосудың досы азайту. Екіншісінде де x тең, соңында тұрған сан бірінші жазылады, алдында тұрған сан екінші жазылады. Қосудың досы азайту. Мінекей, шығара саламыз. 88-ден 23 алсақ 65, 95-тен 45 алсақ 50 қалады. Көбейтуде де дәл осы ережені сақтаймыз. X тең, соңында тұрған сан бірінші жазылады, алдында тұрған сан екінші жазылады. Көбейтудің досы бөлу. X тең, соңында тұрған сан бірінші жазылады, алдында тұрған сан екінші жазылады. Көбейтудің досы бөлу. X тең 4, x тең 4. Бұл жерде де сол ережені қолданамыз. X тең, соңында тұрған сан бірінші жазылады, алдында тұрған сан екінші жазылады. Ал азайтудың досы қосу. X тең, соңында тұрған сан бірінші жазылады, алдында тұрған сан екінші жазылады. Бөлудің досы көбейту. X тең 86, x тең 18. Теңдеудің барлығында осы ереже сақталады. Тек мына екеуінен басқа. Қараңыз, мысалға сізде көп конфеттеріңіз бар. Егер конфеттерің қосылып жатса, немесе көбейіп жатса, әрине қуанасың. Ол кезде жаңағы ережелерді сақтайсың. Ал егер конфетіңді біреу азайтып жатса, екі досың, немесе екі досың бөліп алып жатса, әрине ашуланасың, иә? Мінекей ашулы x-тарымыз. Екі досы екі шетінде болған кезде, екеуі азайтып жатқан кезде, екі досы бөлісіп алған кезде, x-тар ашуланады. Ол кезде ереже сақталмайды. Соңындағы сан бірінші жазылмайды. Ережені бұзып, бірінші сан бірінші жазылады, екінші сан екінші жазылады. Тағы да ереже бұзылады. Азайту қосумен дос болмайды, өзі жазылады. Екінші x-та да x тең, ережені бұзамыз, ашулымыз. Бірінші сан бірінші жазылады, екінші сан екінші жазылады. Бөлу көбейтумен дос болмайды, өзі жазылады. Сонда x тең болады 22, x тең болады 2. Балалар, қалай, сабақ ұнап жатыр ма? Енді осы теңдеулерге байланысты бірнеше мысалдарды шығарып көрейік. Бұл жерде ең алдымен 43-ке 12-ні қосып аламыз. 43-ке 12-ні қоссақ 55. Енді қараңыздар, қарапайым теңдеуге келді. Қарапайым теңдеуде білесіздер, соңғы санды бірінші жазамыз, алдындағы санды екінші жазамыз. Қосудың досы азайту. X тең болады 30-ға. Келесі мысал, бұл жерде 100-ден 60-та алып аламыз. 100-ден 60-та алсақ 40. Жаңа айтқандай, азайтуда егер x екі досының ортасында тұратын болса, онда бұл ережені сақтамайды. X тең бірінші санды жазамыз, екінші тұрған санды жазамыз. Азайтылған қосумен дос болмайды ашулы кезінде. X тең болады 45-ден 40-та аламыз 5. Үшінші мысал, бұл жерде 58-ден 20-ны алып аламыз. Сонда бізде 38 қалады. Қалған сол күйінше жазамыз. X тең, қосуда ереже сақтаймыз. Соңында тұрған сан бірінші жазылады, алдында тұрған сан екінші жазылады. Қосудың досы азайту. X тең болады 40-тан 38 алсақ 2. Бұл теңдеуде ең алдымен 7-ге 3-ті қосып аламыз. 7-ге 3-ті қоссақ 10 болады. Бөлуде және азайтуда x екі жаман досының ортасында тұрып қалған кезде ережені сақтамаймыз. Бірінші тұрған сан бірінші, екінші тұрған сан екінші жазылады. Бөлу көбейтумен дос болмайды. Сонда 30-ды 10-ға бөлеміз 3. Бүгінгі сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Қош сау болыңыздар.